Фыңсен, тәңіраңдап дидарластық ау. Маңда, кезікпегелі талай жыл болды. Иә. Соңғы рет Дұңжоның сарайында кезігіп едік. Айрылысып табысқан кезіміз естен кетпейді ғой. Сөздің шынын айтайын. Менің қолымда 50 мыңнан астам жасақ. 100 күнге жететін астығым бар. Шапи қамалын өзіңде көріп тұрсың. Қорғанның биіктігі 3 саржан, қалыңдығы 2 саржан. Төңірегін су қоршап жатыр. Қорғаны оңай шабуылдау қиын. Фыңсен, бүгін сенен мұны есту үшін келіп тұрғаным жоқ. Көнегөз досыммен сырласайын деп келіп тұрмын. Сырласам дейсің бе? Солай. Саған шынымды айтайын. Мен жер жүзіндегі бектердің ешқайсынан қорықпаймын. Тек сенен ғана тіксінемін. Жер жүзіндегі бектердің ешқайсысын құрмет етпеймін. Десе де сені қадір тұтамын. Тоқетерін айтсам, мен сені әрі қадір тұтамын, әрі сенен тіксінем. Рас па? Әрине. Өзің ойлашы. Дұңжо Астанаға кіргелі Юаншау, Юбияу, Таутян, Күңсінзен және мен Цаусау бәріміз жер бөліп алып патшалық құрғымыз келді. Бірақ ешкімді әлемнің билеушісіне айналған жоқ. Бұл не үшін? Дәл сен Ли Фыңсянмен байланысып жатпай ма? Сен Дұңжоға көмектескенде, Дұңжо ел орданы дербес билеп төстей алды. Сен Юаншуға көмектесіп едің, ол патша тадым шыға келді. Юбейге көмектескенде, қылыш суырмай-ақ жамбыл қақпасына қадалған найзаға садақ атып, жалғызақ жебемен бәрін тыныштандырдың. Жан баласында Лүйбоуға, жылқы баласында қоян торуға ешкім тең келмес деген сөз рас екен. Оған қолыңдағы ақинақ қосылғанда, әлемде теңдес жоқ батыр сенемей, кім болар? Әрине солай. Оның рас. Мұнан сен маған көмек қолыңды созсаң, келелістің жүзеге асарын көруге болмай ма? Әттең. Бірақ сен талай жылдан бері шар тарапта ұрыс салдың. Табанды болмадың. Тарықсаң қылғыдың, тойынсаң тастап кете бардың. Бектерге, тектен текке бүлік салдың. Жұрт сені жақынына баласа, қайырлып келіп қамалын тартып алдың. Ал көзіңді құртқысы келгендердің саған шамасы жетпеді. Ақыры аяғы сенің қолыңда өліп тындым болды, солай емес пе? Иә, солай. Дұрыс айтасың. Сондықтан мен ойланып толғанып көріп, сенімен бір белдесіп қалайын деп, біріміз өліп, біріміз қалғанша, бір тәуекелге бел буайын деген шешім жасадым. Мен сенімен одақтасамын. Екеуміз патшалық құруға бірге күш саламыз. Екеуміз біріксек, әлемді билейтінімізде дау жоқ. Фыңсен ау, сөзіме құлақ сал. Мен қалың қолымды түгелдей саған өткізіп бермекпін. Сен осы үш қосынның әмір саңғыны боласың. Шайқаспен ғана айналысасың. Ал мен саған астық, жалақы жеткізіп тұрамын. Мен шайқасқа жарамаймын, бірақ шайқас шеберіне көмектесуге жүріп тұрмын. Бұл менің артықшылығым. Дұңжо кезінде істеген болса, баяғыда патша болар еді. Иә. Дұңжо ақмақ қой. Саңғынның қадір қасиетін білмеді. Фыңсян, біз татулассақ қайтеді. Осы қамал қақпасының алдында су бойында қанжаласқан дос болайық. Құрбандыққа жылқы шалып, серт берейік. Аға бауыр болайық. Қалай дейсің? Сауамен, мен таныдың ба? Ойпырай, көңтаяқ екен ғой. Кезікпегел талай жыл болды, мен сағынған шығарсың. Біздің әуел ішілмей қалған арағымызда бар емес педі. Арақты қоя тұрып, қане, жебеге қара. Шаруа. Фыңсен, бол тез, қамалға қайт. Әттеген-ай, әлгі Чүңгің жибатпаған болса, әлгі Фыңсян індекке кірейін деп қалып еді. Қайтсем де Чүңгіңнің көзін құртамын. Ем,
Лүбу тізе бүкпесе, мен қол бастап сұрапыл шабуыл жасайын. Мен қала қорғанысына көз тоқтатып қарадым. Лүбу рас айтады. Қорғанның биіктігі 3 саржан, қалыңдығы 2 саржан екен. Сұрапыл шабуыл жасағанымызбен көп шығын ұшырауымыз мүмкін. Ием, маған бір ой келіп тұр. Не демексің? Пақырыңыз Сықы өзенін пайдалансақ дейді. Ол қаланы қорғап жатқан өзен тұрса, шабуылға не пайдасы дейсің? Айт. Неге болмасқа? Біреуге қазған орға өзің түсесің. Ием, жаңбырлы маусым таяқ қалды. Тәңір маған шапағат қылған екен. Сау-сау қосын ұзақ жол басып келді. Жасақтар көп аялдай алмайды. Біз 2 айдан артық шыдай алсақ, шегінуден басқа амалы жоқ. Сау-сау қалаға шабуылдамайтын болды ма? Ол қалайда шабуыл жасайды. Дәл қазір сіркіреп жауған жауын кедергі болып тұр. Сау-сау жауыннан толастауын күтіп тұр. Бұлай болсын. Функсиян, жауын басылмай тұрып, сен сауыттатты жасақтарды бастап, қаладан шығып кетті. Қамал сыртындағы биік жерден бекініс сал. Ал мен жаяу жасақтарды бастап, қамалды қорғайын. 2 жақтан қыспақ қалу арқылы сұрапыл шайқасқа сай болайық. Жауын басылған соң, сау-саудың қолы шабуыл жасамаса, мен артқы бағыттан соққылайын. Ал шабуылдай қалса, сен артқы бағыттан соққылайсың. Сонда сау-саудың армиясы іштен де сырттан да соққы ұшырап, ойсырай жеңіледі. Жарайды. Жобаңызды атқарайық. Жарайды. Ендеше кешеуілдетпейік. Бөлініп қимылдайық. Аға Саңғын, ханымға суық тиіп сырқаттанып қалды. А? Дёжан, саған не болды? Қалайша сырқаттанып қалдың? Саңғын, алаңдамаңыз. Мен түк етпеймін. Бәрі менің кесірім. Сенің обалыңа мен қалдым. Шижудан айырылып қалмаған болсам, сені өстіп қаңғыртар ма едім? Осындай азапқа салар ма едім? Мен азап тарттым деп ойламаймын. Сізбен бірге болғанымда жетіп жатыр. Бірақ мен тағы қамалда кететін болдым. Немене, келгеніңізге көп болған жоқ. Чоңгың бір амалын тапты. Ол қамал сыртынан бір бекініс құрып, қамал ішімен сәйкессем дейді. Мырзаның тілін алыңыз, сол кісінің айтқанын істеңіз. Сенің сырғатың салмақты тұрса, мен қайтып сені тастап кетейін. Саңғын сұрапыл соғыста қап тұрғанда, мендей бір шикі басқа қарайласаңыз болмайды. Оны да тез кетіңіз. Оңтай мырза ұршып қалмасын. Саңғын, тез кетіңіз. Саңғын, кетіңіз деймін. Саңғын, тез кетіңізші. Барыңыз. Дёжан! Сарай емшін шақырыңдар! Тез емшін шақырыңдар!
Әттең Фыңшен, жасақтар сақадай шай тұр. Дереу аттанып кет. Мырза, не болды? Не болды өзі? Деучанның сырқаты салмақты. Оны қалай тастап кетемін? Не дейсің? Ойланып көрдім. Бірер күн кешіктіріп, Деучанның сырқаты жеңілдеген соң қамалдан шығамын. Фыңшен-ау, сұрапыл соғыста қап, өлім мен өмір таласында тұрғанда, сен үш қосынның әміршісі бола тұрып, бір әйел үшін шайқасты кешіктіргенің не? Деучан менің мәңгілік жарым. Бірақ алда-жалда ол көз жұмса, менің тірі жүрімнің не мәнісі бар? Қамалдан шықпайын деп тұрғам жоқ. Бірер күн аялдайын деп тұрмын. Фыңшен, бұндай орайды қолдан шығармауымыз керек. Орайды өткізіп алсаң, қайта келуі екі талай. Бір бекімге келдім. Деучан сауыққан соң шығамын. Мырза, тынығып алыңыз. Сен? Әттең Фыңшен! Фыңшен! Жарлыққа құлақ салыңдар. Бекіністеріңе қайтып, бұйрығымды күтіңдер. Фыңшен! Бір қатынды қимасаң, үш қосынның түбіне жетесің. О, жасаған ен. Деучан мен Дүйбудың тағдыры осылай жазылған болды ма? Бәріміздің өлер жеріміз. Бәлкім, осы жер шығар. Самғын, мұнда не қып отырсыз? Неге қамалда шығып, бекініс құрмадыңыз? Өзіңді қимадым. Самғын, мырзамның тілін алғаның шын еді. Су қаптап кетті! Тасқын жүрді! Тез болыңдар! Қиын болды! Қиын болды! Қаланы су басып барады! Қашыңдар! Су басып кетті! Саңғын! Самғын абайлаңыз. Саңғын! Саңғын! Тасқын су басып кетті! Бұл қалай болғаны? Бұл қалай болғаны? Саусаудың қолы тоспан ағытып, Шапи қамалына су қаттатып жіберіпті. Мырза, енді қайтеміз? Саңғын, сенде екі-ақ жол бар. Бірі суға тұншығып өлесің. Енді бірі қақпан ашып, тізе бүгесің. Фыңшен, бір қатынды қимай, үш қосынның түбіне жеттім. Енді құрыдық. Жоқ! Құрыған жоқпыз! Менің қоян торы тұлпарым бар. Көлдерге оған тосқауыл бола алмайды. Саусаудан қорықпаймын. Сенің қоян торы тұлпарың, ай сүңгің бар. Бірақ сардарларыңда бар ма? Оларға өлімден басқа жол жоқ. Солай шығар.
солай ма? Не деп жазыпты? Тайсанғұн Саусау жарлық бойынша опасызды жазалайды. Егер қамалда қорғаушылар тізе бүксе, сыйлық беріледі. Лейпудың басын алғандарға 5000 ділдә тарту етіліп, мен бас шені беріледі. Сатқын! Санғұн! Менің басымда мақ болыңдар ма? Өздеріңнің бастарыңды алайын бөлем. Келіңдер! Құлдық, Санғұн! Санғұн! Мен тек шолып қана сақтауға тізе ойымыз жоқ! Аға Санғұн! Сіз үшін шайқасамыз! Өлсек те тізе бүкпейміз! Санғұн! Әрбіреуіне 50 дүре соғылып, жаяу жаса қатарына кірсін. Алып кетіңдер! Санғұн! Бізге обал болды! Обалдымыз! Құлбауыр, Лейбу аққаран айырмайды. Біздің өлтіремізбен де санаспайды. Ол үшін басымызды бәйттіккеніміздің ешқандай қажеті жоқ. Солай дұрыс айтасың. Дұрыс айтасың. Сау Санғұн! Біз Лейбуды тірідей қолға түсірдік. Қамалға кіруіңізді өтінеміз. Санғұн, қамалға мархамат етіңіз! Сау Санғұн, қанеки кіре беріңіз! Ем, кіреміз бе қайтеміз? Сабыр. Санғұн, қамалға кіруіңізді өтінеміз! Жоғардағылар, мен мұның Чыңғыңның айласы екенін бір көргеннен ақ біле қойдым. Мені шырғалап қамалға кіргізіп, басымды алмақ ба? Мұндай баланың ойнын мен білмей қаламын ба? Сау Санғұн! Біздің Лейбуды тірідей қолға түсіргеніміз рас! Күмәнданбай-ақ қойыңыз! Лейбуды рас қолға түсірген болсаңдар, оның қаруын көрсетіңдерші. Ақинат алып беріңдер. Көрдіңіз бе, Санғұн? Лейбудың қаруы осы! Шынымен Лейбудың айсұңғысы екен. Лейбудың айсұңғысы екен рас болды. Мен әсіре күмәнданған болдым, Сауран. Бармын. Қамалға бөлініп кіріңдер, барыңдар. Ләппей, қамалға кіріңдер! Сендерге жамандық қылмап едім ғой. Мен неге сатасыңдар? Лейбу, сенің қоян тор тұлпарың бар. Көлдерге тосқауыл бола алмайды. Деушандай сылқымың бар. Оны 3 қосын артық көресің. Сөйте тұра бізге жамандық қылмадың деймісің? Ha? Маңда арқан қиып барады. Біраз босатшы. Фэн Сен,
Сен айбарлы жолбарыс емессің бе? Жолбарысты бос байлауға бола ма? Мыңдағы маған айтқан сөзің есіңде шығар. Мен көп сөз айтқам, қайсы бірін сұрайсың? Ең қорқатын да, ең қадір тұтатын да сенсің дегенсің. Үш қосынымның әмір саңғыны болып, жалпақ жаһанды өзіңе қаратып, патшалық құруыма көмектес дегенсің. Сұлтан, пақырыңыз сіздің әмір саңғыныңыз болуға пейіл. Бұл сөзді айтқаным шын. Бірақ ол кезде сен қамал қорғанында тұрғансың, мен жерде тұрғам. Өйтіп айтпасыма да болмады. Бірақ қазір кейпіңе қарасаңшы. Басы кесілу алдында тұрған тұтқын қалай менімен бірге патшалық құрсын? Осындай жай қағиданы да түсінбегенің бе? Жанды бауырым, Жамбыл қақпасындағы найза шашағын атқан жебемесінде шығар. Есімде, Фыңсияның бұл шапағатын мәңгі ұмытпаймын. Ендеше маған сау-саудан кеңшіл сұрамай не қып тұрсың? Құлдық. Сұлтан, менің бір өтінішім бар еді. Бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ деген, сөйле. Лейбудың үш өкіл әкесі болған. Бірі Динюан, екіншісі Доңжо, енді бірі Ваң Юн. Осы үш өкіл әкесі де Лейбуға шапағатын төккен. Сұлтан, сіздің Лейбуды өкіл балам деп танып, оның төртінші өкіл әкесі болуыңызды өтінемін. Естідің бе? Мынау Лейбуға өкіл әке болғандардың бәрі оңбайды дейді. Майғылақ сұмырай! Бұй опасыз! Фыңсиян, сен опа дегенді білесің бе? Өз кезінде Шүйжуды саған бергенімде, сен жақсылықты білер деп ойлағамын. Бірақ сен мені сыйғызбағаныңмен қоймай, әуелі көзімді жоймақ болдың. Адамгершілік дегенді білесің бе? Менімен тізе қосқан болсаң, осы күнге қалар ма едің? Әкетіңдер! Бас аяғында! Керей! Лейбу! Ері жамат басынан айырылса да, мұратынан кешпеу керек. Несіне үрейленесің? Бас аяғында! Кеп! Бұл кім? Бұл Лейбудың қол астындағы ең мықты батыры. Фамилиясы Жан, аты Ляу. Қосылқада Вэньюэн. Жүгін! Zhang Liao, Zhang Wenyuan. Бұлға айткенің. Söylesеңші,
Өнген, сен қас батырсың. Сені алып қалсам, мен үшін еңбек етсе деймін. Бірақ балағаттап кетеме деп қорқам. Сондықтан кете бер. Жолың ашық. Саңғын, қызметіңізде болуға разымын. Ойған, Саңғын. Өнген, менің тосқанымда сенің осы бір ауыз сөзің, ha? Жем. Шанда, кім келгенін көрдің бе? Қанекей, отырыңдар, отыр. Қане. Көңтай бауыр, Жұңғу ауданында жанымды құтқарғаныңа шын пейіліммен алғыс айтамын. Саумыңда сенде өзі жүрек бар ма? Сол түні Шыңғау ауданда сені қылышты жүрек тұсыңнан түйреп, жаһаннамға жібермегеніме қатты өкінем. Түсінемін, әбден түсінемін. Менің өзім де сен үшін өкінемін. Өй барып тұрған арсыз, опасыз неме. Көңтай бауыр, менің бір іске ақылым жетпейді. Сен келеліс тындырам деген екенсің, мен іздемей, Либуды тауып алғаның қайткенің. Ол, сенің кемеңгерлігің қадіріне жете ме, үмітіңді ақтай ма? Либу сөзіме құлақ асқан болса, бүгінгідей халге түспес едік. Ол ақылсыз болғанымен, адамгершілігі күшті, сенің жаны таза. Жаны таза екені рас, десе де ақмақтың өзі. Көңтай бауыр, десе де сенен тағы бір ақыл сұрайын деймін. Айта бер. Сені өлтіргенім жөн бе, әлде алқып қалғаным жөн бе? Мұның жарасы жеңіл, тезірек өлтіргенің жөн. Мен сені өлімге қимаймын. Ендеше мен саған бір амал үйретейін. Сонда мені өлімге қиятын боласың. Айта бер естейін. Менің көзім бір күн ашық жүреді екен. Сенің кезіндегі арсыздықтарыңды аузымнан тастамаймын. Күн түндемей айта беремін. Өліге де, тіріге де жары етем. Сен мәңгі жаманат тағылып өтесің. Сөзіме құлақ салыңдар, жарандар. Өз кезінде Саумыңда, Шыңғау ауданында жауын сауғалап жүргенде, оны ағайын Лейбошы құтқарып алған. Бірақ ол жақсылыққа жамандық істеп, ағайын өлтірді. Мұны мен өз көзіммен көргенмін. Ол жақсылықты жамандықпен қайтаратын арсыз неменің өзі, өз ағайын өлтірген опасыз. Келіңдер! Бармыз! Мұнын алып кетіңдер! Тоқтаңдар. Көңтай бауырда кім деп тұрсыңдар? Бұл менің жарымды құтқарған шапағатшым. Бір-екі ауыз балағаттасы не болыпты? Бұған бола бір тал түгім де түсіп қалмайды. Оның үстіне, бұның сөзде өте орында. Балағаттағанда жөн. Алған екей, ашуыңды шығар. Онан кейін екеуміз шарап ішеміз. Саумыңда, мен сенің мұндай арсыз екеніңді ойламаған екем.
Мен арсыз емеспін. Қайта бұл пәнидегі тағышарлықтың белгісі болған 3 парыз, 5 уәжипті баяғыда ұмытып кеткем. Жұрттың бәрі мені арсыз дейді. Бірақ мендей арсызға амал да қыла алмайды. Сендердей пәк адал кісімсігендердің бәрі менен жеңілген жоқ па? Егер ер азаматтың бодауы қорлау, жаншу, жою, онан да сұрақсы өлтіру болса, мен арсыз атын жамылып, жүре беруге өте разымын. Ежелден бері жұрт нағыз сатқынға сеніп, алданып келді емес пе? Адалдық пен арсыздықты кісі жүзінен байқауға болмайды. Бәлкім сендер бұрын менің қандай адам екеніме көз жеткізе алмаған шығарсыңдар. Десе де мен баяғы сол сау-саумын. Басқалардың мені жаңсақ түсінуінен қорықпаймын. Күнтай бауыр, әділ сөйле, дұрыс айтқан шығармын. Көп сөйлемей-ақ қой. Арағыңды әкел. Шарап әкеліңдер. Шарап әкеліңдер. Шейк. Жендетін қане. Ол мені жолға салық қойсын. Күнтай бауыр, сені соңғы сапарыңа аттандырып салуыма разысың ба? Жүрейік. Жүр. Сен неге келдің? О дүниеге сізбен бірге кетейін деп келдім. Менімен бірге кетем дейсің бе? Деужан, менің жаным. Қыл үстінде отырғанын көрмедің бе? Тез кетіп қал. Кетіп қал. Самғұн, мен сізбен бірге тумасам да бір өлуге бармын. Деужан, сені түсінемін. Маған осы сөзіңді жетіп жатыр. Енді өлсем де өкінбеймін. Бірақ сен өлсең болмайды. Тез кетіп қал. Кетіп қал деймін. Самғұн, мен бүгін сіз ең ұнататын төтемді кидім. Соңғы сапарда сізге серік болуыма рұқсат етіңіз.
Садақшылар дайындалыңдар! To'xtanglar! Yeb yovchandalik bo'lib, Liybuni jonini olsin deb buyurdi. Labbay! Men Sanqunni bir bo'lyapman. Meni qo'yaveringlar. Sanqun! Sanqun! Men Sanqunni bir bo'lyapman. Sanqun! Sanqun! Девча, Qo'yaveringlar. бұл пәнеде өзіңді жарым болған соң, Men Sanqunni bir өлсем де армансызбын. Qo'yaveringlar. Біз о дүниеде кезгейік. Атыңдар! Күңтай-ау, отбасыңда 70-тен асқан шешең бар екенін білемін. Сен өлсең, ол кісі қайтеді. Қалай қиып кетпекшісің? Әділ би заң атқарса, айыптының атанасын жазғырмас деген. Сенің менің шешемді өлтірмейтінді қайтоған ақша беріп, астықпен қамдап, өлгенше оны бағатынды мен сезіп берем. Дұрыс айтасың. Күңтай, мен сенің 7 жасар қызың, 5 жасар ұлың бар екенін білемін. Олар әлі бала ғой. Сен кетсең, олар қайтпек. Балаларын қиясың ба? Ол қызымның азып тозып кетері хақ. Тағдыр солай болған соң күн өтті. Сен мұнан алаңдамай-ақ қой. Күңтай бауыр, мен ешқашан біреуге жалбарынып көрген емеспін. Бірақ бүгін сені шынында қимай тұрмын. Мұны білем. Дегенмен, бүгін өлімді өзім тілеп алдым. Сен мені еркіме жібер. Асқар тау қандай. Сылдырап аққан өзен қандай. Ием, жылап тұрғаныңыз не? Оттапсың! Мен неге жылайды екенмін? Асқар тау қандай. Жөңкіл аққан өзен қандай.